саламатсыздар ма балалар? Қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. 99-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы етістіктің жіктелуі. 76-ші жаттауға қараймыз. Өлеңді көшіріп жазып, жіктік жалғаулы етістіктердің астын сыз. Шөп жұлып ағаш қимаймыз, ұясын құстың бұзбаймыз. Қайнар көзі тірліктің, суды да ысырап қылмаймыз. Аулада гүлді баптаймыз, көгалды таптап баспаймыз. Өсіріп орман көктемде, ауаны таза сақтаймыз. Бұл жерде етістіктер қимаймыз, бұзбаймыз, ысырап қылмаймыз, баптаймыз, баспаймыз, сақтаймыз. Етістіктер бірінші жақта көпше түрде айтылып тұр. Балалар, 77-ші жаттауға қараймыз. Сөйлемдерді оқы, етістіктерді тауып, қай жақта тұрғанын айт. Мен баптаймын, сен баптайсың, ол баптайды. Біз баптаймыз, сендер баптайсыңдар, олар баптайды. Бұл жерде мен баптаймын, бірінші жақ жекеше. Сен баптайсың, екінші жақ жекеше. Ол баптайды, үшінші жақ жекеше түрде айтылып тұр. Біз баптаймыз, бірінші жақ көпше түрде. Сендер баптайсыңдар, екінші жақ көпше түрде. Олар баптайды, үшінші жақ көпше түрде айтылып тұр. 78-ші жаттауға қараймыз. Тазалаймын, үйренесің, біледі. Сөздерін қатыстырып сөйлем құра. Мен үйді тазалаймын. Сен билеп үйренесің. Ол ертегі біледі. Бұл жерде тазалаймын, үйренесің, біледі деген етістік болып тұр. Құраған сөйлемдердегі жіктік жалғаулы сөз бұл баяндауыш болып тұр. 79-ші жаттауға қараймыз. Бізде бағанның сол жағындағы сөздерді етістіктермен сәйкестендір дейді. Мен, сен, сіз, біз, ол. Ойнады, қуандық, көшірдім, көмектестіңіз, айт. Тапсырмалар дұрыс орындауына қай жалғаулар көмектесті дейді. Мен көшірдім, сен айт, сіз көмектестіңіз, біз қуандық, ол ойнады. Тапсырманы дұрыс орындауға бізге жіктік жалғаулары көмектесті. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар, назарларыңызға көп рахмет.